сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Қазақ тілден жаңа тарауды бастаймыз. Денсаулық зор байлық деп аталады. Бүгін біздің сабағымызда дәл осы тарауға байланысты ең басты байлық тақырыбы. Оқу мақсаты: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшеліктерін салыстыра талдау. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазу. Бағалау критерийлері: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшеліктерін салыстыра талдайды. Оқылым және тыңдалым материалдары бойынша тірек сөздер мен сөз тіркестерін синонимдік қатармен ауыстыра отырып, жинақы мәтін жазады. Балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын күздің қызықтары деген мынандай қысқаша бейне материалды тамашалайық. Жақсы балалар, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Ой түрткі сұрақтары: бүгінгі таңда елімізде болып жатқан өзгерістер мен қиындықтардың адам денсаулығының күрт нашарлап кетуінің басты себебі неде деп ойлайсыздар? Әрбір адам өз денсаулығын қалай сақтау керек? Балалар, елімізде болып жатқан қиындықтар мен адамдардың денсаулығының нашарлап кетуінің бірден бір себебі табиғаттың шектен тыс ластануы менен жұқпалы вирустардың көптеп таралуының салдарынан болып отыр. Сонымен қатар, қауіпсіздік шараларына уақытында бағынбауы, жұқпалы вирустардан қорғанбауы адамдардың денсаулығына үлкен зиянын тигізіп отыр. Ал деніміз сау болсын десек, біріншіден табиғатты ластанудан қорғап, қоршаған ортаны аялауымыз керек. Жұқпалы дерттің алдын алу үшін қауіпсіздік шараларына қатаң түрде бағынуымыз керек. Дәл осы тақырып бойынша ең басты байлық деген халық ертегісін оқиық. Мәтінді мұқият тыңдаймыз. Ертеде ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызыл, құйрық жүні ұзын кезде уайымсыз жалқаулардың бірі. О, жаратқан ием-ай, жарық дүниеге әдейі әкелген соң, дәулеті шалқыған бай етіп жаратсаң етті. Жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүретін жасымда, ішсем тамаққа, кисем киімге жарымай жүрген түрім мынау, деп уайымдап, қайғырып отырыпты. Оның бұл мұңын естіп қалған бір ақсақал: қарағым, сен несіне қайғырасың? Байлықтың бәрі өзіңде тұр ғой, депті. Ақсақалдың сөзін өзін мазақтағаны деп түсінген жігіт: сіз қайдағы байлықты айтып тұрсыз? деп ашуланыпты. Ақсақал: екі көзіңді маған сатшы, қалағаныңша алтын мен күміс берейін, дейді. Жігіт одан да қатты ашуланып: екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын күмісіңіздің керегіне, ондай байлығың өзіңе, депті. Осылайша ары қарай 12 мүшесіне біртіндеп саудаласып, сұрай бастаған ақсақалға әбден ашуы келген жігіт: ат басындай алтын берсеңіз де ешқайсысын сатпаймын, өйтіп мүгедек болар жайым жоқ, деп кесіп айтады. Сонда барып ақсақал: балам, ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам, бай адам. Оны ешқандай байлыққа, алтын мен күміске айырбастап ала алмайсың, деген екен. Жақсы балалар, мәтін қандай стильде жазылған? Ертегінің түйінін бір ауыз сөзбенен түйіндеп жазыңыз. Тапсырманы жазбаша түрде орындаймыз.
Дескриптор мәтіннің қандай стилде жазылғанын анықтайды, ертегінің түйінін айтады. Жазылым тапсырмасы. Оқулығымыздағы 3-ші тапсырма. Сөз тіркестерінің синонимдік қатарын жазыңыздар. Балалар, бұл тапсырмаға көшпес бұрын ең бірінші синонимнің не екенін еске түсіріп алайық. Синоним дегеніміз грек тілінен аударғанда мағыналас мәндес деген мағынаны білдіреді. Тұлғалары әртүрлі, мағынасы жақын сөздер болып табылады. Синонимдік қатар дегеніміз не? Синонимдік қатарға енген сөздердің мағыналық тұрғыдан айырмасы болады. Мысалы, құлшыну, белсену, соғыс, ұрыс, жабу, кілттеу сөздерінің мағыналық салмағы әртүрлі. Синонимдік қатар дегеніміз мағынасы жақын жуық сөздер. Синонимдік сөздерді 3 түрлі белгілер арқылы тануға болады. Мағыналық реңк, стильдік реңк және де сөз қолданысындағы реңктер. Жақсы, олай болса жазылым тапсырмасын ары қарай жалғастырамыз. Мұнда бізге ертегіден берілген сөз тіркестері тұр. Осы сөз тіркестерінің синонимдік қатарын құраймыз. Дескриптор. Сөз тіркестерінің синонимдерін анықтайды, синонимдік қатар құрап жазады. Келесі тапсырма. Оқулығымыздағы 5-ші жағдаяттық тапсырма. Науқас пен дәрігер арасында жағдаят ойластырып, төмендегі мақал-мәтелдерді қатыстырып, сұхбат құрастырыңыздар. Сұрақ және жауап бөліміндегі интонациялық ерекшелікке назар аударыңыздар. Яғни балалар, бұл тапсырмада әуелі мақал-мәтелдерді қатыстыра отырып сұхбат құрастырамыз. Біздің сұхбатымызда белгілі бір проблема, не болмаса жағдаят, белгілі бір оқиға суреттелуі тиіс. Дескриптор. Жағдаяттық сұхбат құрастырады, интонациялық ерекшеліктеріне назар аударады. Жақсы, балалар. Енді бүгінгі сабағымыз бойынша кері байланыс жасайық. Бүгінгі сабақтан көзіңізбенен не көрдіңіз? Құлағыңызбен не естідіңіз? Жүрекпенен не сезіндіңіз? Үйге тапсырма. Көп нүктенің орнындағы сөздерді сөз жұмбаққа түсіріп, ерекшеленген қатардан шыққан сөзді басты денсаулық кепілі ретінде алып, эссе жазыңыздар. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.